Тұрғын үй сертификаты бұл кімдерге беріледі, кімдер ала алады деген сұраққа жауап беретін видео. Тұрғын үй сертификаты жалпы не үшін алынады, соны айтып жіберейін. Бірінші, кейбір мемлекеттік бағдарламалар арқылы үй рәсімдеген кезде алғаш жарнаға жетпей тұрған ақшаңызды акимат сізге көмектеседі, яғни субсидия береді. Қайтарымсыз ақша ғой, соны сізге береді. Оның мөлшері әр аймақта әртүрлі болады. Астана, Алматы қалаларында 1,5 миллион, қалған аймақтарда 1 миллионның шамасында. Енді ол акиматтың құзырында, олар шешеді. Енді ол сертификаттарға кімдер ие болады және қай бағдарламамен алынады деген сұраққа толыққанды жауап айтып беретін боламын. Сонымен кеттім. Кімдер алады тұрғын үй сертификатын? Бірінші категорияда ол жетім балалар, яғни жетім балалар категориясы бойынша кезекте тұрған азаматтардың барлығы бағдарламаға қатысқан кезде, ол жетім балалар бағдарламалар, олар 2, 10, 5, 10, 20 бағдарламасымен қатысқан кезде жетім балалар сол сертификатты ала алатын болады. Енді екінші 7-20-25 бағдарламасы бойынша соңғы 18 айда үй болмаған азаматтар 7-25 ала алады. Ол кезде мұғалімдер, полиция саласы, денсаулық сақтау саласы, мәдениет және спорт саласы, осы салада жүрген азаматтар, бұлар 7-25 үй алған кезде, алғаш жарнаға керек қаражатты ақшаның 1,5 миллион акимат бере алады. Енді бұлар көбісі былай ойлайды, міндетті түрде кезекте тұру керек шығар. Жоқ, кезекте тұрудың шарт емес. Кезекте тұрмаған азаматтар болса да, бірақ осы салада жұмыс жасайтын азаматтар болу керек. Солар акиматқа өтініш тастап 7-25-тен негізгі одобрениеңізді алып алып, толыққанды үйді таңдап, полный одобрение алып болғаннан кейін барып қана акиматқа сіздер өтініш берсеңіздер, акиматта қаражат бар болатын болса, ол сіздерге ірі қалаларда 1,5 миллион, басқа қалаларда 1 миллион ақшаға сізге алғаш жарнаға қосып беретін болады. Тіпті сізде алғаш жарнаға жетіп тұрған ақшаңыз бар болса да, үстіне тағы да қосып беретін болады. Соны біліп алыңыздар, достар. Енді көпбалалы азаматтар 2-10-20, 5-10-20, яғни олар енді 2-10-20-мен қатысады ғой, ал енді 5-10-20-мен де қатысады азаматтар, басқа әлеуметтік осал топтағылар, олар 5-10-мен қатысады. Көпбалалы азаматтар, яғни жаңа концепция 2-10-20 деген жаңа концепция деген бағдарлама, 5-10-20 ол да жаңа концепция 5 олар енді әлеуметтік осал топтағылар алатын болады. Енді әлеуметтік осал топтарға кімдер жатады, соның бәрін мен талқылап өтейінші. Бірінші екінші топтағы инвалид азаматтар, мүгедектер, мүмкіндігі шектеулі бала асыраушылар, яғни жанұясында инвалид азаматтар бар, балалар бар. Жасы бойынша зейнеткер, именно жасына 63-ге, 61-ге толып барып зейнетке шыққан азаматтар. Олар да әлеуметтік осал топқа жататын болады. Олардың барлығы үйге мұқтаж ретінде кезекте тұру керек, достар. Қандастар, экологиялық апат бойынша үйінен айырылған азаматтар, экологиялық апат кезінде толық емес отбасылар, созылмалы ауруы бар жандар, және басқа мемлекетте соғысқан ардагерлер, яғни ауған соғыста, тәжік соғысына қатысқандар, егер солардың өз ресми қағаздары бар болатын болса, және солар диске тұрып алған болатын болса, жетім балаларға әлеуметтік осал тобына жатады, және қызмет барысында қайтыс болған азаматтар болады, органда жұмыс жасап, қызмет барысында солардың жанұялары кезекке тұра алады. Ұлы Отан соғысының ардагерлері және Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген азаматтар. Міне осы 12 категорияның барлығы әлеуметтік осал топқа жатады. Орысшасы социальный уязвимый население сосын дейді. Енді бұл кісілердің қандай бағдарлама бойынша да мейлі 2-10-20 болсын, мейлі 5-10-20 болсын, мейлі 7-20-25 болсын, сол бағдарламамен алған азаматтар, олардың табысының шектеу болады. Егер табысынан асып кететін болса, онда сертификат бермейді. Табысы асып кетпеу керек. Енді табысын қалай есептейді? Соңғы 6 ай жанұялық табысты есептейді. Яғни сіздің жұбайыңыздың табысын есептейді, сіздің неше бала шағаңыз бар, соның бәрін есептейді. Мысалы айтайық, папасы, мамасы бар және 3 баласы бар болатын болса, значит жанұяда 5 бала. Яғни балалар 18 толмаған балалар есептеледі. Осы 5 папасы, мамасының доходын алады да 5-ке бөледі. Сол кезде егер әр адамға жан шаққандағы табыс 3/1 күнге теңгеден аспаса, яғни ол 2025 жылғы ақпарат бойынша 143.306 теңге, яғни бір адамға 143.306 теңгеден аспаса, онда сізге тұрғын үй сертификатын беруге тиісті болады. Міне достар, осылай тұрғын үй сертификатын алып, өздеріңіздің армандан үйлеріңізге жетіп алыңыздар. Пост пайдалы болды деп ойлаймын, видео пайдалы болды деп ойлаймын. Астына комментарий, лайк қойды, аямаңыздар. Осындай пайдалы ақпараттар беру үшін менің YouTube каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Амандықпен, жақсылықта кездескенше.